Scopus немесе Web of Science базасында индекстелетін журналдардан қалай іздейміз, ішіндегі деректерді қалай оқимыз, мақалаларды қалай тегін оқуға болады. Мысалы, сізде журналдың атауы бар дейік, оны кәдімгі Google поисковикке саласыз, және де егерде Scopus'та индекстелетін журнал болатын болса, онда Scimago сайтынан іздеген дұрыс. Егерде Web of Science'та болатын болса, онда журналдың тура атауы бойынша шыққан сілтемеге кіресіздер, және де осы жерде толықтай журнал туралы деректер ашылады. Жалпы бірінші кезекте бізге не нәрсені аудару керек? Home деген бөлім, бұл барлық журналдарда болады. Мысалы, мына жерде қандай бағыттардағы мақала қабылдайтындығы туралы толықтай деректер тұрады. Одан кейін About деген бөлімді бассаңыз, мысалға Overview деген жалпы журнал туралы дерек, Aims and Scope деген болады. Біз үшін ең маңыздысы осы, яғни сіздің мақалаңыздың бағыты, тақырыбы осы Aims and Scope бөліміне келуі керек. Егерде осы бөлімдегі белгілі бір, мысалға мында Behavioral Medicine дейді, яғни сіздің мақалаңыздың бағыты осы Behavioral Medicine бағытында болатын болса, онда сіздің мақалаңыз, скорее всего, осы журналда қаралуына толықтай мүмкіндік бар деген сөз. Егерде сіздің жазылған мақалаңыз, мысалға аталған мына бөлімдердің біріне сәйкес келмейтін болса, онда, скорее всего, мақалаңыз жолдағаннан кейін сразу reject келуі мүмкін, яғни отказ келуі мүмкін. Одан кейін бізге ең маңызды бұл индексинг бөлімі. Индексинг бөлімі бұл, мысалға, әсіресе докторанттар үшін өте маңызды дер едім, себебі қорғау үшін біздерде Scopus'та немесе Web of Science'та индекстелетін журналдарда мақала жариялану керек. Мысалға, бұл журнал Google Scholar'да, одан кейін осы дерек көздерінде, және де бізге ең керегі бұл Web of Science'та индекстелетін журнал. Яғни бұл журнал Scopus'та жоқ, Scopus дерек базаларында, бірақ Web of Science'та бар. Енді осы журналдың ішінен, мысалға, сіздің бағытыңызға сәйкес журнал, және де сіз мақалаларды оқығыңыз келді дейік. Мысалға, Archives деген бөлім болады барлық бөлімде, немесе Issues деген бөлім болады көп журналдарда. Осы архив немесе Issues бөліміне кіресіз, бұл жерде барлық соңғы жарияланған деректер сақтаулы тұрады. Допустим, соңғы шығарылымына кіреміз. Егерде, мысалға, журнал Open Access болатын болса, яғни ашық доступтағы, онда барлық мақалаларды PDF нұсқасында жүктеп алу мүмкіндігі болады. Егерде журнал гибридный болса, яғни subscription, яғни подписка арқылы, немесе Open Access-ті жартылай қарастыратын болса, яғни 50-50, онда кейбір мақалаларды сіз PDF форматында тегін жүктеп ала аласыз, кейбір мақалаларды оқу доступы жабық болады, оны оқу үшін сіз определенный сумма төлейсіз, яғни ол әдетте $20 мен $50-60 аралығында болуы мүмкін. Мысалы, мына мақала сізге өзіңіздің зерттеу тақырыбыңызға байланысты кішкене жақын екен дейік, и сіз осыны оқығыңыз келді. Осыдан басасыз, сразу сізде абстракт шығады. Абстрактты қарап шығасыз. Абстракт егерде сіздің зерттеу бағытыңызға 70-80%-на дейін ұқсас болатын болса, оқуға болады. Егерде мысалға 20-30%-на ғана сәйкес келетін болса, маңыздылық жағынан ол кейінірек оқуға болатын мақала деп қабылдауға болады. Және де қабылдау дерегіне байланысты мақалада мына жерде received деген бөлімдер болады, яғни даталарға байланысты. Сіз осы журнал примерно қанша уақытта мақаланы қабылдайтындығы туралы деректі осы жерден көре аласыз. Мысалы, бұл мақала 23 апрель күні 25 жылы жолданған, және де 28 июль күні уже түзетіп жолданған, яғни 23 апрель жолданғаннан кейін июльге дейін рецензирование кезеңі болған. Рецензированияның барлық отчеттарын түзетіп болғаннан кейін июльдің 28 күні авторлар қайта түзетілген нұсқасын жолдаған. Және де июльде жолдағаннан кейін 26 август күні, яғни бір айдан кейін мақала қабылдану туралы шешім шыққан. 26 августта қабылданғаннан кейін 19 декабрь күні ол онлайн нұсқада жарияланған. В среднем, мысалға, апрель менен декабрьдің аралығында, яғни есептесек 5-6 айдың аралығында бұл мақала уже қабылданған. Яғни бұл журналға мақала жолданған кезде примерно есептейтін уақытыңыз сіз это в среднем 6-7 айдың ішінде, егерде мақалаңыз толықтай осы журналға сәйкес келетін болса. Егерде осы мақаланы
жүктеп алғыңыз келсе, мына жерде мүмкіндігін басасыз және де осы мақаланы толықтай PDF нұсқада жүктеп алуыңызға болады. Және де мақаланы жолдайтын кезде также мысалға әр бөлімі бойынша, мысалға introduction бөлімі бар, одан кейін мысалға дата бөлімі бар деген секілді осы бөлімдердің барлығына қарап сіздің мақалаңызда примерно осы мақаланың формасына, яғни шаблоны осы мақалаға сәйкес келетіндігіне мән беруіңіз керек. Және де мысалға мында нелерді қарауыңыз керек, сілтемелерді. Яғни көп жағдайда бізде Қазақстанда ол ГОСТ нұсқасында немесе EPA нұсқасында мақалаларды оформление жасауға кеңес береді, яғни әдебиеттер тізімі. Ал мұнда бұл тікелей сноска нұсқасында, яғни мақаланы дайындаған кезде барлық әдебиеттерді сіз сноска түрінде беріп кетуіңіз керек, және де осылайынан әдебиеттер тізімі беріледі. Қарап отырсаңыз, бұл обзорная литература, обзорная литературада 118 әдебиеттер қолданылған екен. Келесі мән беретін нәрсе, егерде сізге осы мақала, допустим, толықтай зерттеу бағытыңызға сәйкес келді, және де өзіңіздің жазып жатқан зерттеу жұмысыңызда сілтеме бергіңіз келді. Барлық мақалаларда осындай сайт деген бөлімі болады. Осыны копировать ставить етсеңіз, сіздің әдебиеттер тізіміңізде уже талапқа сай сілтеме бар деген сөз. Осыны қоя саласыз. Мысалға, мына жерде түрлі форматтарын таңдауға болады, қалай жүктеп алуға болатынын. Сол формат бойынша жүктеп, немесе осы жерден копировать ставить етіп қоя салуыңызға болады. Жалпы ең негізгі деректер осы. Және де көп мақалаларда бұл ең негізгісі мысалға фандинг деген бөлім болады. Егерде сіздің жазылып жатқан мақалаңыз белгілі бір жоба аясында жазылса, онда фандинг бөлімін жазуыңыз керек. Егерде тек қана өз қаражатыңыздан жарияланатын мақала болса, онда бұл жерде мысалға қаржыландыру болмады деген ақпаратты беруіңіз керек. Конфликт интерес міндетті түрде болуы керек. Және де әдебиеттер тізімі беріледі. Осылайынан мысалға әр санындағы мақалаларды сіз ашып көре бересіз. Мысалға 2026-25-те мысалға әр жылы 4 саны жарық көреді. Әр санын осылайынан ашып оқып көре беруіңізге болады. Себебі бұл журнал open access, яғни ашық доступтағы журнал. Яғни авторлар бұл журналға жариялану үшін ақы төлейді, ал оқырмандар ешқандай ақы төлемейді. Егерде журнал гибридный, бұл subscription жазылым арқылы болатын болса, онда авторлар мақаланы жариялау кезінде, яғни мақала жарияланға қабылданғаннан кейін ешқандай ақы төлемей тегін жариялау мүмкіндігі болады. Егерде мысалға ашық доступта жариялаймын десе, автор ақы төлеуіне де болады. Яғни авторда гибридный журналдарда выбор болады. Ал оқырман оқу үшін мысалға мына мақаланы оқығысы келді, сол кезде оқырман өзі доступты сатып алады. Сондай нәрселер бар. Жалпы журналдың ішінен мақалаларды оқу, журнал туралы деректерді қарау туралы ең негізгі білу керек маңызды ақпараттар осы.